Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы 5-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы егіннің бастары мысалы Ахмет атаға хат. Оқу мақсаты көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат өлең жазу, көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Оқушылар, сіздер алдыңғы сабақта Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылығымен таныс болғансыздар. Ендеше тағы да еске түсірейік, бейне жазбаға назар аударамыз. Ақын, әдебиеттанушы, түркітанушы ғалым, публицист, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Торғай өңірінде дүниеге келген. Ахмет 1882-1884 жылдары көзі ашық ауыл адамдарынан сауатын ашып хат танитты. 1886-91 жылдары Торғай қаласындағы 2 сыныпты орысша қазақша училищеде, 1891-1895 жылдары Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепте білім алады. 1895 жылы өзінің ұстаздық қызметін бастайды. 1895-1897 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінде, ауылдық, болыстық мектептерде, 2 сыныптық училищелерде сабақ береді. Әдебиетпен айналысады, бостандық аңсаған күреске үндеген өлеңдер жазады, ауыз әдебиетінің үлгілерін жинайды. 1909 жылы Петербургте 40 мысал, 1911 жылы Орынборда Маса деген кітаптарын бастырады. 40 мысал Ахметтің тәуелсіздік жолындағы күресін алғаш жария еткен еңбек. Маса жинағы оның әлеуметтік шындықтың ақын екенін көрсетті. Оған кірген өлеңдерде Ахмет жаңашыл ақын ретінде көрінеді. 1913-1918 жылдары өзі ұйымдастырған Қазақ газетінің редакторы бола жүріп, кең ауқымды әлеуметтік істер атқарады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ жұртының тәуелсіз мемлекетін құруды мақсат еткен алаш қозғалысы көсемдерінің бірі болады. Қазақстанның тұңғыш халық ағарту министрі, Қазақстан академиялық орталығының жетекшісі, Алматыдағы, Ташкенттегі жоғары оқу орындарының профессор қызметтерін атқарады. Оның әдеби мұрасында көптеген публицистік ғылыми мақалалары, қазақ тілінен оқулықтары, әдебиет танытқыш атты теориялық еңбегі бар. Ол ер сайын жырын, жоқтау өлеңдерді жинап бастырған. 1929 жылы жазықсыз ұсталып, ұзақ уақыт түрме мен лагерь азабын тартқан Ахмет 1936 жылы елге қайтып оралғанымен 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938 жылы ату жазасына кесіледі. Бейне жазбаны көріп болсақ, оқушылар дәптерімізді ашып бүгінгі күн ретін жазып, жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Сіздерге ақпарат беріліп тұр. Маса өлеңдер жинағын 1913 жылы шығарды. Бұл ақпарат шындық болса жанына шындық, жалған болса жалған деп жазып орындайсыздар. Келесі тапсырма. Адамдық диханшысы өлеңі мен егіннің бастары өлеңіндегі ортақ құндылықтарды 4-5 сөйлеммен жазыңыздар. Көркем шығармадан алған әсеріңізді сипаттап, Ахмет атаға хат тақырыбында хат немесе өлең жазыңыздар. Хаттың көлемі 50 сөз, ал өлеңнің көлемі 3 шумақ. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.